Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дүкендегідей дәл осындай жұп-жұмсақ әдемі болып шығатын көжектің рецептін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап бағалап кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен таза бір үлкен ыдысымызға ас содасын салатын боламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы айранды құямыз. Айран кез келген болады. Дүкендікі де үйдікі де қолдануға болады және майлылығы маңызды емес. Енді осы айранмен ас содасын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сода айранмен реакцияға түскенде дәл осылай көпіршетін болады. Ол жағдай қалыпты, сондықтан араластыруды жалғастырамыз. Ас содасы айранмен жақсылап араласып болғаннан кейін осы массамыздың үстінен қант саламыз және сұйық майымызды құйып, тағы да венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Қант салғаннан кейін маңыздысы қантымыздың толық еруі. Оны тексеру үшін дәл осылай саусақтарыңыздың ұшын салып, екі саусағыңызды бір-біріне үйкелегенде қанттың түйіршіктері сезілмеуі қажет. Ендігі кезекте қажет мөлшердегі ұнды електен өткізіп аламыз және оның үстінен разрыхлительді, яғни қопсытқышты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін барып, оны аз-аз мөлшерде жаңағы айранды қантты массамыздың үстінен салып отырып қамыр илейміз. Оның барлығын бірден қосып жіберуге болмайды. Біздің қамырымыз сұйық қоймалжың болып шығады, сондықтан шетінен аз-аздан салып отырып қамыр илейміз. Қамыр илегенде дәл видеода көрсетілгенде қолдарыңызбен қорықпай мыжып билей берсеңіздер болады. Осы ұнымыз әбден сіңіп болғаннан кейін келесі бөлігін салып, шамамен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салып илейтін боласыздар. Мінеки массамыз ондай тығыз емес, дәл осындай болады. Енді дастарханның үстіне көп мөлшерде ұнды себеміз және осы ұнның үстіне қамырымыздың барлығын салатын боламыз. Қамырымыз осындай қоймалжың болады, оған қорықпаймыз. Бетіне аздап мөлшерде ұн себетін боламыз және де кішкене домалақ форма береміз. Ал енді осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Бұл қамырды жайып, екінші жерге ауыстырам деп тырыспаңыздар, өйткені қамыр бізде өте жабысқа және қоймалжың болып келеді. Сондықтан формаларыңызды одан әрмен құртып алатын боласыздар. Шамамен қалыңдығы 1 см көлемінде жақсылап жайып шығасыздар. Енді осы қамырымызды кез келген форманың көмегімен кесетін боламыз. Менде классикалық дәл осындай ең үлкен дөңгелек форма. Мен оны осындай фигурный жағымен кестім. Қалдық қамырлар көп болмас үшін форманың әртүрлі диаметрін қолдансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай мен үлкен форма сыймаған жерге одан сәл кішірек формаларды қолдандым. Дәл осы реттілікпен барлығын кесіп аламыз және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 200 градусқа. Және де коржықтарымызды пергамент қағаз төселген противенге салып, шамамен 10 минутта сіздердің пештеріңіздің қызулығына қарай 8-9 минутта пісіретін боламыз. Және пісірер алдында коржықтың бетіне не болмаса айранды, не болмаса жұмыртқаны щетканың көмегімен жағып шығамыз. Рецептіне қажетті заттарды мөлшерлемесімен описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдырамын. Сіздерге дәл осы видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Піскеннен кейінгі коржықтарымыздың астында осындай ұндар қалып қояды. Оны осылай қолмен сүртіп, не болмаса кисточканың көмегімен түсіріп тастасақ болады. Өздеріңіз көріп тұрғанда коржықтарымыз нәзік, жұп-жұмсақ, дәл дүкендегідей болып шықты. Міндетті түрде үйдегілерді жасап қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.